Барлығына сәлем. Мен жалпы ағымдық сабақта айтып өтіп едім ғой. Прокрастинация туралы. Яғни ертеңге қалдырып береміз, белгілі бір істі бастаймыз дағы. Кейін оны толығына дейін, соңына дейін апарып жасамаймыз деген осындай бізде тақырып болған еді. Бұның артында түрлі блоктардың барлығын бар екендігін айттық. Біздің ниетіміздің дұрыс еместігін айттық. Миымызда түрлі шектеулердің бар екенін және де оны шешу жолдарын ұсынған болатынбыз. Жалпы біз осындай бір установкаға келдік деп айтсақ болады. Жалпы қазіргі мен бұл видеоларым салып жатқан барлығы бір сондай видеолар қадам-қадаммен өзгеріске бастайтын видеолар деп айтар едім. Себебі бұл тегін болғанымен де сіздерге мен расымен де өзім жылдар бойы түрлі психологиядан болсын, түрлі дін жағынан болсын, өзім сатып алған курстарым немесе соған арнаған уақытым, кітаптарымның барлығынан өзімдегі барлық білімдерін сіздермен тегін, судай тегінге бөлісіп жатырмын. Яғни онда біз бастайық. Жалпы біз алдындағы кейінге қалдырудан біз бірінші бастап кету туралы сөйлескен болсақ, яғни бастау көп адамға ең бірінші қиын нәрсе болып саналады. Одан кейінгі келесі қандай қадамдар бар? Айтпақшы, дәл осы біздің тақырыбымыз басталмас бұрын сіздерге жалпы біздің арна ұнады деген ойдамын. Біздің тақырыптар негізі осындай бір терең, адам өзін бір үлкен дамуға бастайтын, бұл кез келген үлкен кісілерге де бұл жалпы адам өсу деген жасқа қарамайды. Егер де сіз жас болсаңыз, дәл қазір өсіп бастау ешқандай да ерте емес. Ал егер сіз үлкен жасқа келіп қалатын болсаңыз, онда ештен кеш жақсы дейді ғой. Сондықтан да сіз үшін де ешқандай да кеш емес. Қазір қай кезде сіз дәл осы видеоларды көріп тұрсыз, қай кезде сіз дамуға алға қадам жасадыңыз, яғни сол кез Аллах тағаланың сізге бұйырған кезеңі дәл сол кез сіз үшін хайырлы және сол кезді толығымен қабылдап, кеш болса да, ерте болса да, ондайға дым қарамаймыз. Дәл қазір менің уақытым келді. Аллаға шүкір, осыны көрсетіп тұрған және де мен бұны белгілі ретінде қабылдап өзгерді бастаймын деңіз. Онда осындай біздің видеоларымыз ұнаса, каналға тіркеліп қойыңыз және де қоңырау жанында басыңыз. Себебі айтып отырмын ғой, мен жаңағы тапсырмалар беріп отырамын, соны бірден орындап, келесі тақырыптарын бірден видеолардың ағынымен тез-тез үлгеріп отыратындай. Көбінесе өте жылдам орындауға тырысыңыздар, бірақ та өздеріңіз барынша сезініп шынайы орындасаңыздар. Ал енді бүгінгі мендегі айтып отырған тақырыбым өте өзекті тақырып деп ойлаймын. Жаңағы бастап кетуден кейінгі өте маңызды тақырып. Жалпы біз ол кезде біз білімдерді алып бастаймыз ғой. Біз білімді аламыз, түрлі кітаптарды оқимыз, спортпен айналысамыз, дамимыз, өсеміз, бір жақсы үлкен жетістіктерге жетіп өзіміздің ішімізде бір керемет сезім болып бастайды. Ол басында керемет, тағы бір Аллаға деген сондай шүкіршілікпен тамаша болып басталады. Не болды солай кете беретін адамдар да болады, бірақ та көп пайызы деп айтайыншы, басқа қарай бір ағынға түсіп кетеді. Яғни өзіңізде байқаған болсаңыз, мысалға, сол білімдер алып бастағаннан кейін адамдардың ішінде көп қателігі бір келе бастайды, сондай тәкаппарлық ояна бастайды. Мен басқалардан артықпын. Ол мида өзінде болмайды, бірақ та ішінде бір кейде сондай тынышсыздық, беспокойство деп айтамыз ғой, сондай пайда бола бастайды. Содан кейін тәкаппарлана бастайды. Өзі бірден бір кітапты оқып алса, немесе тағы бір керемет бір курс сатып видео көріп алса, оны өзі өзгеру үшін емес. Мен кімді өзгертсем болады? Мысалға, мен анамды өзгертейін, мен мамам ренжіп бар, андай мен травмам бар. Қазір сондай психология, батыс психологиясы көбейіп кетті ғой, немесе өз үлкеулерін жақсартуға тырысады да. Ол негізі былай қарасақ ол дұрыс емес. Себебі әрбір адамның өзінің ішінде нәпсісі бар, тіпті сіз өзіңіздің нәпсіңізді әрең дегенде жеңіп жатқан кезде сіз ойламайыңыз, ол басқа адам үшін нәпсісімен күресе аламын деп. Сіз ол үшін оның ішіне кіріп алып, нәпсісімен өзіңіз нәпсі болып, сонымен күресуіңіз керек та. Ал ол болса миға қонбайтын, түсінік мүмкін емес нәрсе. Сондықтан да біреуді өзгерту ол мүмкін емес расымен де. Біз ондай бірдеңе оқып аламыз да, содан кейін анаған айтып, білесің ба, сен сондай едің ғой деп тиісіп отырғанда біздің миымыз бірдеңе етіп қалады, немесе анаған ренжісек
анау сондай еді ғой, оказывается сондай, мен керемет, мен күштімін, анаған травма болса, сендер маған баяғыда сөйтіп жасапсыңдар ғой деп, содан кейін деп сондай неше түрлі нәрселер басталады да. Негізі ол бұл дұрыс емес ағындағы мәселелер. Көп мәрте барлық мәселелер осы кезден басталады. Адамдар жақсы дамып келе жатады. Мысалға өзінің бір әдемі жолын бастап келе жатады да. Бірақ та кейін ол сөйтіп анаған ренжит, өзгелерді өзгертуге тырысады. Сол кезде барлық айналасы ол біз басқа адамдарға бір сен осындайсың деп претензиямен айта бастаған кезде барлық адамдар оны түпкі жүрегінде сезеді де, оны кейін болды. Оны ешқандай да не істегісі ішінде өзінің тынышсыздық болып бір барлығы бар, уже өсіп келе жатыр, бірақ та ішінде бір құлдырау сезім, бір бақытсыздық, бір ішінде бір пустота деп айтамыз ғой, қуыс кеуделік пайда бола бастайды. Ішінде барлық айналасы оның бәрі жек көретін секілді, жақтырмайтын секілді, айналасындағы адамдармен жаман қарым-қатынаста болып кеткен секілді, сондай болып кетеді да. Ол негізі дұрыс емес. Біз осы кезде позициямыз қандай болу керек? Біз қателіктерімізді түсіндік. Сіз егер де дәл осы даму сатысына келе жатсаңыз, өтініш осы қателікке түспеңізші, себебі көп адамдар осы қателікке түседі де, бет келе жатқан жолынан тайып кетеді де, ұшып құлап түседі ғой. В прямом смысле этого слова, сонда бұл жерде біздің жаңағы басты қадамымыз сондай болып келе жатқан кезде болды, мен олай жасамаймын деп ниетті бір-ақ рет түзеу дұрыс емес. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өзі әр секунд сайын, әр сәт сайын өзінің ниетін түзетіп отырған дейді. Қараңыз, ең керемет адамзаттың асыл тәжі пайғамбарымыздың өзі ниетін үнемі жаңалап отыратын болса, білмеймін, онда бізге қаншама рет ниетімізді үнемі жаңалап отыру қажет, Ниетті жаңалау өте маңызды. Бірден істедіңіз бе, ол қайттан бір кетіп қалады, бір өзіңіз үшін, Алланың разылығы үшін дамиыншы деп алып жатқан кезде ықыласыңыз кетіп қалады ғой. Сол кезде бірден тәубеге келесіз да, шүкіріңізді айтып, Аллахым кешіре көр, расында мен қайтадан қазір кешіріп қойдым, дұрыс емес нәрсе жасап қойдым, мен тек қана өзімді өзгертуге тырысамын, өзгелерге тек қана ескерту, мен оларды тек қана махаббатпен, өз махаббатымды беремін, тек қана өзім ісіммен көрсете аламын, бірақ та басқа адамдардың претензиямен, оларды жек көрінішпен, кектікпен, өзің тәкаппарланып жоғары санау деген, ондайды менен алшақтата көр, мені кемелдендіре көр деп, сондай көркем дұғаларыңыз жасаңыздар. Әсіресе түрлі пайғамбарларымыздың, мысалға Мұса пайғамбардың дұғасы қандай керемет, Юсуф пайғамбардың барлық дұғалары шексіз керемет. Пайғамбарымыздың өзіміздің, саллаллаху алейхи уассалам өте сондай керемет. Соның барлығын үнемі қарап жүрдіңіздер. Расында сондай бір тамаша жанға тыныштық әкеледі. Сол кезде әрі айтып өтетінім, мысалға Құранда да бізді Алла тағаламыздың сөзі ғой. Сол кезде ол жерде жазылғанда Алла тағаланың сөзінде сен ана күйеуіңді бүйт, анаңды сүйт, анаңды сүйт, бүйт деп мүлде жазылмағанда, сен өзіңді сен сүйт, сен бүйт деп жазылғанда, яғни біз өзімізді ғана өзгерте аламыз. Алла тағала тіпті бізге басқа адамдарды өзгертуге тырыспаған. Расында тіпті Рағат сүресінің қателеспесем 11 аятында, егер де сендер өздеріңді белгілі бір дәл осындай мағынада, тура сөзбен болмаса да, егер де белгілі бір қауым өзі өзгермейінше, Аллах оның халін өзгертпейді дейді. Яғни егер де келесі бір адамда оны өзі өзгеруге деген талпынысы болмайтын болса, оны өзгерту мүмкін емес, білесіз бе? Және де тағы да мен осы жерде айтқым келіп отырғаны, білесіз бе, егер де мынандай күшті бір керемет формула бар да, егер де сіз өзіңіз өзгеріп бастасаңыз, айналаңыз өзгеріп бастайды. Сіз білмейсіз, бірақ та сіз қазір анау мынандай, ол қайдағы өмір өзгермейді деп отыруыңыз мүмкін да. Бірақ та негізі, егер де сіз бұл өзіңіздің ішкі жан дүниеңізді өзгеріп бастасаңыз, мысалға бір адам болуы мүмкін, үнемі бір бүкіл әлем жек көреді, бүкіліне жамандық тілеп жүреді да, бірақ именно сізге келгенде сіздің жан дүниеңіз керемет, әйбет болғандықтан, сізге келгенде сондай мейірімді, сондай тамаша
тамаша болады. Басқа ішінде өзінің бір тәкаппарлығы, кекшілдігі бар адамдар, ол адамның кекшілдігін байқау мүмкін да, бірақ та сіз оны байқамайсыз. Сіз соны керемет, сондай тамаша шүкіршіл адам деп байқайсыз. Себебі қараңыз, ол адамды сізге сондайдан қана көрсетеді, жамандығын сізге көрсетпейді. Енді неге? Осының сыры неде? Себеп қараңыздар, сізде ол тәкаппарлық мысалға жоқ деп айталық та, сол тәкаппарлықты уже сіз оны былай айтқанда, мысалға жамандық немесе қызғаныш деген нәрселермен уже кемелдендіре беру керек қой, бірақ та андай бір үлкен мәселелер жоқ та. Сондықтан да сіз ол уже сізде жұмыс жасалып қойған, онымен сіз әбден жұмыс жасап өзіңізді өсіріп тастағаныңызда именно сол тәкаппарлық жағынан делік. Мысалға тәкаппарлық жоқ делік, онда сізде бұл нәрсе жоқ болғандықтан да ол келесі адамнан да көрсетілмейді. Ал егер сізге бір белгілі бір нәрсе көрсетіліп тұрса, мысалға сіз біреудің қызғанғанын көріп қалсаңыз, яғни өзіңіз ойланып көріңіз, значит, бұл нәрсе менің бойымда да бар. Яғни қызғаныш сезімі менде де бар. Алла тағала бізге бұрындағыдай пайғамбарларға түсіргенде уахи арқылы түсірмейді ғой, сондықтан да біздің айналадағы кез келген нәрсе бізге Алладан берілген белгі. Және де басқа адамнан қызғаныш көретін болсақ, Аллах бізге сол арқылы сендеге қызғаныш бар, соны өзіңнің бойынан жөндеші деп белгілеп айтып жатыр. Және де өте маңызды есте сақтайтын нәрсе, бұл өмірде еш нәрсенің босқа болмайды. Еш нәрсе босқа болмайды. Бұл өмірде әр оқиғаның, әр адамның, әр нәрсенің, тіпті бір қоқыстың өзінің миссиясы бар. Сізге келгендегі белгілі бір орындау қажет, оның міндеті бар. Егер де мысалға сіз бір оқиғадан қажет сабақты алмайтын болсаңыз, болды сол оқиғадан өзіңіздің сабағыңызды алмайынша сол қайта қайталана береді. Мысалға, егер де сіздің өміріңізде бірдеңе қайталана беретін болса, бір сынақ қайталана береді, немене осыдан бір айналшықтап кетпей қойдым ғой, бір дөңгелектегі бір тиын құсап дей беретін болсаңыз, яғни бұл жерде сіз сабағыңызды алмай жатырсыз. Сізге айтқым келеді, өте тезірек сабақ алуға тырысыңыз, себебі Алла тағала өте мейірімді. Неліктен бізге бұлай сабақтар арқылы бұл өмірде барлығын түсіндіргісі келеді. Тіпті осы кезде айтқым келіп тұр да, сынақ деген бұл өмірде жоқ. Мысалға сіз бірдеңе болып, сондай оқиға болып келді, ол сынақ сияқты көрініп жатыр, бірақ ол сізге белгі, Алланың мейірімі. Бұл құлым, мен сені сондай жақсы көремін, егер осыны дұрыстамасаң кейін тозақтық болып кетуің әбден мүмкін ғой. Сондықтан да осы өмірде барлығын дұрыстап, осы өмірде өзіңізді жақсартып, жәннаттық болшы, мен сені жақсы көремін ғой деп айтып жатқысы келіп тұр да Аллахымыз, көрдіңіз бе? Бұл өмірде сынақ деген жоқ, содан тек қана сабақ алуымыз керек. Әрі бұл осы сабақтың бізге берілетін бірінші мейіріммен түсіндіреді, кейін ұялтып, кейін ауыр сынақпен түсіндіреді. Бірақ та мысалға бұл перғауынның өзі, өзін құдайым деген баяғы замандағы перғауынның өзі Мұса пайғамбардың заманындағы 40 жыл бойы ескертпелер жіберген Мұса пайғамбар арқылы Алла тағала. Сонда ол 40 жыл бойы мейіріммен, кейін ұялтумен, кейін ауыр сынақтармен жіберген кезде, яғни ол мүлде түсінбеді. Ол кейбіреуінде сондай белгілер беру кезде 5 жыл болуы мүмкін, кейбіреуінде 1 жыл, кейбіреуінде одан азақ, кейбіреуінде 10 жыл, әркімде әртүрлі. Сондықтан да белгі келген бетте, айналамызда бірдеңе көрген бетте, бірден өзімізге сабақ алып, бұл әлемдегі кез келген нәрсе босқа болып жатқан жоқ. Әрбір нәрсе Алланың айтқысы келіп тұрған белгісі, әрбір нәрсе Алланың маған бергісі келіп тұрған сондай махаббаты деп қабылдауымыз керек екен. Яғни мысалға намаз оқу керек болатын болса, онда басында мейіріммен намаз оқу керек екен деп ойыңызға келеді. Кейін екінші ретте біреу намаз оқса деген сияқты айтады да, шынымен намаз оқуым керек деп өзіңіз ұялып қаласыз ішіңізден. Содан кейін ойлап жүредім ғой, неге деген секілді. Ал үшіншісіне ауыр сынақтар. Бірақ та бұл бірден енді осындай болып келмейді, әркімде әртүрлі. Бірақ та сіздің ішкі күйіңізге, жағдайыңызға байланысты да болуы мүмкін да. Сондықтан да өтініш, жалпы бүгінгі сабағымызды қорытындылай келгенде өте сондай барлығын бірден қамтыған керемет сабақ болды ғой. Жалпы бірінші бірдеңе үйреніп бастағанда айналамызды өзгертуге тырыспау, өзімізді өзгерту. Біз сабақты алған кезде, сабақты дегенде ілім ғылымды, білімді, өзімізді өзгертуге байланысты даму, мотивация, көп қой ақпараттың барлығы, діннің
білімдерін алған болсақ та барлығын тек қана өзгені өсіру үшін емес, өзгені түзеп, сен төменсің деу үшін емес, өзімізге жасау, яғни ол білімді өзімізге еленіп алмау, өзімізді дамыту, кейін тек қана алып алған соң басқа адамдарға алған разылығы үшін ескерту ретінде, жай ғана махаббатпен оны өзіміздің миссиямызды әлемге пайдалы болу ретінде ғана жалғастыру, бұл бір. Одан кейінгісі әлемге жалпы пайдалы болу, және де егер де айналамызда бір дұрыс емес нәрсе көретін болсақ, ол біздің ішімізде бар екенін түсіну, кез келген ұнамайтын адамымыздың бойындағы қасиеттер біздің бойымызда да бар деген сөз. Яғни оларды біз өзіміздің бойымызды жөндеу қажет болғандықтан да көріп тұрмыз. Аллах тағала бізге солай көрсетіп тұр. Алланың бізге жіберген белгілері, сол арқылы Аллахтың тілдесуі, махаббаты оны деп түсініңіз. Және де үшіншісі бұл өмірде еш нәрседе сынақ болмайды. Бұл өмірде сынақ деген ұғым жоқ. Сынақ дегеннің барлығы негізінен сабақ. Ол сабақта алуымыз міндет, және де егер де ол сынақ қайталана берсе, біз сабақ алмай жатырмыз деген сөз. Ал ол сынақтың қайталана беруде біз сабақ алмағандықтан Аллахымыздың барынша түсіндіргісі келіп тозақтық болмашы, жәннаттық болшы деген махаббатынан туындаған нәрсе. Және де егер де біз түсінбей одан сайын сынаққа тәкаппарлана беретін болсақ, біз сапамызға келу үшін кейде қиындықтар керек қой. Сондықтан да Аллахымыз енді кейде мейірімділігін сондай ауыр сынақтармен, Құдай сақтасын, сондаймен келуі мүмкін болып жатады. Бірақ та соған дейін жеткізбей, Аллахқа әрдайым дұға тілеп, ішкі жан дүниемізді, халімізді жақсартып тұруымыз қажет екен. Әлбетте Алланың қалауымен. Жалпы бүгін осындай тамаша тақырыптар қозғалды. Сіздерге бүгінгі сабақ сондай пайдалы болды деп ойлаймын. Енді бүгінгі кезде сіздерге тағы да бір күшті тапсырмалар берім кеп тұр. Енді тапсырмаларға келетін болсақ, бірінші тапсырма, сіз айналаңызда өзіңіздің жек көретін адамдарыңыздың, енді бір ұнатпайтын, жек көрмесеңіз де, бір ұнатпайтын адамдарыңыз болады, солардың бойларындағы барлық қасиеттерін жазып тізіп шығыңыз. Жаман қасиеттерін сізге ұнамайтын тізіп шығыңыз, жақсы қасиеттерін тізіп шығыңыз. Және де жаман қасиеттер арқылы өзіңіздің бойыңыздағы, жақсы қасиеттеріңіз арқылы өзіңіздің бойыңыздағы жақсарту нәрселерді көріп, бірақ оны өзіңізге ешқандай да меңдемей, бұл ғаламда ешқандай да толық жаман адам болмайды екен. Әрбір адамның жақсы да, жаман да қасиеттері болады. Ол әлемде ешкімде мінсіз екендігін ұғыныңыз. Және де өзіңізді алдындағыдай шектемес үшін өзіңіздің алдағы 5 жылға, одан кейін 10 жылға жоспарларыңызды жазыңыз. Жоспарларыңызды, армандарыңызды шынайы сезіп, миыңызда елестетіп, шынайы Аллахқа дұға тілеп тұрып жазыңыз дегім келеді. Және де Аллахқа үнемі дұға тілеп жүруді, әдетке айналдыруды да кеңес беремін. Егер де сіздерге бүгінгі сабағымыз пайдалы болса, өтініш жақындарыңызға жіберіңіздер. Өздеріңіз ғана тыңдап қоймай, айналаңызға да жіберу арқылы өзіңіздің миссияңызды атқарып, жақсы сауапқа кенеліп жүре беріңіз. Себебі бұны тыңдаған адам дәл сіз жібергендіктен көріп отырғандықтан да сіз оның көрген сауабын алатын болатыныңызды ұмытпаңыз. Және де лайк басып, бұл өзіңізге ұнаса, келесі сабақтардан құр қалмау үшін де тіркеліп, көп адам бұдан пайда алу үшін лайк басып қойыңыз, қоңыраушаны да басыңыз, пікірді де бүгінгі сабаққа байланысты инсайттарыңызды жазып өтіңіз. Бізде алдыда осындай сіздерді көптеген түрлі пайдалы ақпараттармен шабыттандыру ойымызда бар. Тек қана шабыттанып қоймай, бірге әрекет етейік. Келесіде өзгерісіміздің тағы да алға қойған мақсаттарымызға жетудің тамаша қадамдармен бөлісетін боламыз. Сәттілік, бүгінгі сабақ ұнады деген ойдамыз.